Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін кәсіби қазақ тілі пәні бойынша келесі сабағымызды бастаймыз. Сабақ ауаның ластануы деген тақырыпта жүреді. Табиғаттағы заттар айналым арасында белгілі бір үйлесімдік бар. Олар әр қабатта өзінің белгілі бір мөлшерін сақтайды. Сондықтан да ауаның құрамы тұрақты. Өркениет пайда болған кезден бастап ауаға кездейсоқ заттар қосыла бастады. Оға дейін ауа табиғи жолмен ғана ластанатын. Жанартаулар атқылағанда ауаға бу күйіндегі заттар, улы газдар араласады. Жел арқылы шаң, тозаңдар ұшып шығады. Орман өртенген кезде өсімдіктер мен жануарлардың қалдығы шірігенде түзілетін газ заттары да ауаға тарайды. Мұның бәрі табиғи ластануға жатады. Заттар айналымы кезінде ауа табиғи ластанудан өзін-өзі тазартып отырады. Қазіргі кезде ауаның ластануы адам әрекеті салдарынан жиілеп отыр. Оны ластайтын жылу электр станциясынан, мұнай өңдеуден, металл өндіруден, көліктерден және тағы басқа да шығатын қалдықтар бар. Ірі қалалардағы ауаның ластануы қауіпті шегіне жетті. Қалаға сырттан қарағанда оның үстін түтінді тұман басып жатқанын көреміз. Ол тұман газ бен тозаңның араласуынан түзіледі. Содан қала ауасы нашарлайды. Ауа температурасын бір шама көтереді. Қала ауасының құрамында су буы көп болады да, ылғалды ауамен тыныс алу қиындайды. Ауаның ластануы тіршілік етушілерге өте зиянды. Осы тақырып төңірегінде енді біз тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңыз, ластанған ауа жайындағы ой түйіңіз. Өсімдіктердің жапырағына қонған шаң, оның қандай әрекеті іске асады? Қандай зияны бар? Ормандағыдан гөрі қалада өсетін ағаштар тіршілігі ерте тоқтайды деген мәтінді ары қарай жалғастыра отырып, соңғы сөйлемде қоспаның құрамы неден тұрады? Басқа газдар араласқанда ағзаның несі бұзылады? Сөйтіп бұл қандай нәтижеге алып келеді? Осы жайында мұнда өз пікірлеріңізді жазып, оны кейін тексеруді ұмытпаңыз. Келесі екінші тапсырма: тыңдалым. Ғылыми мәтінді ақпаратқа сай толықтырыңыз. Яғни біз тыңдай отырып, сол тыңдалған мәтіндегі ой пікірлерді мұна сіздердің алдарыңызда тұрған бос ұяшықтарға, бос орындарға орналастыру керек. Мәтінді тыңдаймыз. Биосфера тепе-теңдік жағдайдағы өздігінен реттелуші жүйе болып табылады. Тіршіліктің тоқтамай жүріп тұруының негізгі себебі табиғаттағы зат айналымының болуында. Бұл айналым жердегі тіршіліктің пайда болуынан бастап, тірі табиғаттың эволюциясына байланысты күрделене түсті. Кез келген биогеоценозда зат айналымынсыз барлық биорганикалық заттардың қоры таусылып қалар еді. Себебі олар бұл жағдайда ағзалардың тіршілік әрекеттерінің нәтижесінде қайтадан жасалмай таусылып қалады. Биогеоценозда зат айналымы болу үшін ағзалардың екі түрі болуы керек. Бірінші, биорганикалық заттардан органикалық заттар жасайтын ағза. Екінші, органикалық заттарды өздерінің тіршілігін қамтамасыз ету үшін қолданып, оларды қайтадан биорганикалық түрге айналдырушы. Өсімдік қалдықтары мен өлген жануарлар мәйіттерінің ыдырауы нәтижесінде және дем алу кезінде органикалық заттар биорганикалық заттарға айналып, қоршаған табиғи ортаға қайтып келеді. Олар фотосинтез кезінде өсімдіктерге қажетті заттарды құрайды. Сондықтан биогеоценоздағы зат айналымында өсімдіктер маңызды қызмет атқарады. Зат айналымына қажетті қуатты олар күннен алады. Сонымен қатар биогеоценозда ағзалардың тіршілік әрекеттерінің нәтижесінде өлі табиғаттан тірі ортаға атомдардың тоқтамайтын зат айналымы секілді түрде жүріп отырады. Бұған биосаналуандылық ықпал етеді. Биологиялық саналуандылық биологиялық нысандардың немесе құбылыстардың түрлі тектерінің саны және олардың тірі заттың күрделілігін, оның өз қызметтерін өздігінен реттей алу қабілетін және оны жан-жақты пайдалану мүмкіндігін көрсететін кеңістік пен уақыттың белгіленген аралығында ұшырасу жиілігі. Мәтінді тыңдап, соған сай ақпараттарды толтырып болған соң,
өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Ойды жалғастырыңыз. Ауаға тарайтын кездейсоқ заттардың көбеюінен ауа қабаты өзін-өзі тазарта алмайды. Оны қорғау қажет. Ол үшін арнайы шаралар жүзеге асырылады. Сіз қалай ойлайсыз, бұл қандай шаралар болуы мүмкін? Тексеріп көрелік. Мұндағы бос ұяшықтарды толтырып, яғни ойды тиянақтау керек. Мүмкін ол ауа тазартқыш, может автокөліктерден сүзгі орнату қажеттілігі деген сияқты осындай бос орындарды өздеріңіздің мәтінге қарай толтыруды сұранамыз. Және де өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Төртінші тапсырма. Ұғымдардың синонимді қатарын анықтаңыз. Синонимдер мұндағы ұяшықта арнайы берілген, яғни теріскей бұл қайсысы? Мезгіл, мерзім, әсер ету, ажыра, өмір, немесе оңтүстік, немесе солтүстік. Мәселен, солтүстік. Күнгей. Күнгейдің синонимі бұл оңтүстік. Дәл осы сияқты ары қарай өздеріңіз қажетті ақпаратты тауып, одан соң оны тексеруді ұмытпаңыз. Жақсы. Келесі алға қарай. Бесінші тапсырма. Кім жылдам? Мұндағы берілген мәтінге бос орынға керекті сөздер мен сөз тіркестері төменде орналастырылған. Мысалы, осылардың барлығы табиғатты құрайды. Ол не болуы мүмкін? Жер, су, ай, күн, жұлдыз, ауа, болмаса тау, тас, ағаш, бұта, шөп па? Орналастырып, біліміңізді тексеріңіз. Табиғат заттары бұл не болуы мүмкін? Мүмкін жер, су, ай, күн. Келесі, жел, жауын-шашын, боран, қардың еруі, күннің жылуы, жарық, бұлар табиғат құбылыстары болуы мүмкін. Өсімдік, жануар, адам, бұл әрине тірі табиғат. Аспан, ай, күн, жұлдыз, тау, тас, өзен, көл, ағаш, бұта, аң, құс. Бұл өлі табиғат па? Қана тексеріп көрейік. Дұрыс емес. Демек, бізде қателік байқалды. Өлі табиғат. Аң мен құс өлі табиғатқа ене ме? Демек, бұл қате қойылған ақпарат. Сол себептен де өз білімдеріңізді дұрыстап тексеруге алыңыз. Келесі 6-шы тапсырма. Бейне жазбамен танысып, мазмұндаңыз деді. Мына бейне жазбадағы ақпаратты тыңдай отырып, оларды орналасу ретіне қарап қою керек. Яғни бірінші бейне жазбада соңғы бір апта бойы Қытайдың шығыс және орталық бөлігі түтін құшағында қалып отыр деген мәлімет бірінші бола ма, жоқ төмендегі мәліметтер ме? Осыны қойып шығу керек. Қазір бейне жазбаны тыңдаймыз. Қытайда соңғы 30 жылда өнеркәсіптің қарқынды дамуы ірі қалалардағы ауаның ластануына алып келді. 1 миллиардтан аса халқының күнкөрісін ойлаған ел басшылығы қоршаған ортаны сақтау мәселелеріне аса мән бермеген еді. Желге кедергі келтіретін зәулім ғимараттар ретсіз салынып, қалалардың нашар жоспарлануы да осының бір себебі. Әсіресе қыста шаһарларда қоршаған көптеген елді мекендердің тұрғындары үйлерін көмірмен жылыта бастағанда ауа одан бетер ластанады. Сонымен қатар күн сайын автокөліктер саны да артып жүр. Соңғы бір апта бойы Қытайдың шығыс және орталық бөлігі түтін құшағында қалып отыр. Әлемдегі ауасы ең лас қалалардың бірі Бейжің. Амалсыздықтан қала тұрғындары осындай жағдайға бейімделуге мәжбүр. Мектептердің бірінде дене шынықтыру жаттығуларын өткізу үшін үрлемелі күмбез салынған. Оның астында футбол, баскетбол, теннис пен өзге спорт түрлерімен айналысуға болады. Сырттан сорып алынған ауа арнайы фильтрлерден тазартылып күмбез астына түседі. Алайда мектеп осыған айына $9,000 жұмсайды. Бұл мектепте негізінен Бейжіңде тұратын шетелдіктердің балалары оқиды. Мәтінді тыңдаған соң, бұл ақпараттарды рет-ретімен орналастыруыңызды сұранамыз. Әрбір орналастырылған ұяшықтар мәтіндегі логикалық байланысты сақтауы қажет. Сондықтан да барлық сөйлемдерді орналастырып болған соң, өз біліміңізді тексеруді ұмытпаңыз. Келесі қадам бұл тест тапсырмасы. Мұнда тұрған сұрақтарға керегінше өзінше жауабын беріп,
өз білім деңгейіңізді бағалаңыз.